Сәлеметсіздер ме, құрметті кішкентай бүлдіршіндер. Ертегілер еліне саяхат атты жоба аясында бүгінгі тыңдайтын ертегіміз Қарлығаш пен шөже торғай. Бір мәуелі бақта кәрі қарағай өсіп тұрыпты. Көктемде оның басына Қарлығаш пен шөже торғай ұя салып балапан шығарыпты. Шөже торғай балапанына қурай басын сындыртпай ерке қылып өсіріпті. Ол тентек, ойынды ғана біледі екен. Қарны ашса шешесіне келіп тамақ сұрайды. Анасы тапқан таянғанын балапанның аузына салады. Ал Қарлығаш балапан елгезек, еңбекқор етіп тәрбиелепті. Уақыт зымырап өте береді. Күз түседі. Екі балапан да ер жетеді. Енді олар өз беттерімен күнкөріске кіріседі. Қанаты қатайған соң Қарлығаштың балапаны жол қиыншылығынан қорықпай жылы жаққа ұшып кетеді. Шөже торғайдың балапаны жерден теріп жейтін дәнге сеніп бақта қалады. Қыс түседі, жерді қар басады. Не азығы, не бас сұғар баспанасы жоқ шөже торғай әбден ашығады. Ақыры үскірік аяз соғып, ештеңеге ебі жоқ тоғышар балапанды бүрістіріп тастайды. Қыс өтіп көктем келеді. Қайта оралған Қарлығаштың балапаны шырылдап құрдасын іздей бастайды. Жылама дейді оған кәрі қарға. Шөже торғайдың балапаны еңбек етпеді, сондықтан аштан өлді. Еңбексіз тіршілік жоқ, соны естен шығарма деген екен.